Сәлем оқырман, дискретті энергия деңгейлері дегеніміз не? Атомдар мен молекулалардағы электрондар кез келген энергияны қабылдамайды. Тек нақты рұқсат етілген деңгейлерде ғана бола алады. Бұл дискретті энергия деңгейлері деп аталады. Электрон төменгі деңгейден жоғары деңгейге өту үшін нақты мөлшердегі энергия, яғни фотон сіңіру керек. Ал кері жағдайда артық энергияны шығарып, төменгі деңгейге түседі. Спектральды сызықтар. Әр элементтің жарық шығару немесе сіңіру спектрі ерекше. Бұл атомдардың саусақ ізі іспеттес. Лазерлердің жұмысы. Лазер дәл осы кванттық секірістерге негізделген. Күн батареялары. Фотоэлектрлік эффект энергия деңгейлері арқылы түсіндіріледі. Ғалымдар жасанды атомдар, яғни кванттық нүктелер арқылы энергия деңгейлерін басқарып, жаңа кванттық құрылғылар жасауда. Бұл кванттық компьютерлер мен жаңа буын электроникасының негізі. Қорытындылай келе, дискретті энергия деңгейлері кванттық физиканың негізгі қағидаларының бірі. Ол атомдарды, жарықты және болашақ кванттық технологияларды түсінуге көмектеседі.